Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге қайнатпалы кремнің классикалық рецептін дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен асты күймейтін шұңқыр ыдысқа 200 грамм қант, 40 грамм ұн және 50 грамм жүгері крахмалын саламыз. 1 литр сүт құйып, ыдысты орташа отқа қойып, тоқтаусыз араластыра отыра кремді пісіреміз. Кремді міндетті түрде тоқтаусыз араластырып отыру керек. Себебі асты жабысып немесе күйіп қалуы мүмкін. Крем қайнап шыққан соң, оны тағы да 2-3 минуттай жақсылап қайнатып пісіріп аламыз. Ыдысты оттан алып, кремнің бетін осылай пленкамен жауып, бөлме температурасына дейін суығанша күтеміз. Крем суып болған соң, оны кастрөлден алып, видеода көрсетілгендей шұңқырлау ыдысқа саламыз. Содан соң миксермен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Жарты шай қасық ванилин және де 200 грамм бөлме температурасында тұрған жұмсақ сарымайды салып, крем тағы да біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Бұл кремді Наполеон, балды торт және де басқа да пирожнойларға қолдансаңыздар болады. Бір жасағаннан-ақ сәтті шығатын бұл рецепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге бүгінгі рецепт ұнаған болса, лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, астындағы комментарийға жазып қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде оқып жауап беретін боламын. Және де менің басқа да рецепттерімді көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.